Нағашыбек Қапалбек, шер әңгімесі. Мен түрмеде көп отырған жамын ғой. Біреулер ізімнен қалмай аңдып, тыңдап тұрғандай ішімде ылғи үрей жүреді. Деп ол жан жағына сақтана қарап, кафе үшін шолып өтті. Екеумізден басқа асханада бөтен жан жоқ. Бұрыштағы үстелге барып жайғасып, асқа тапсырыс бердік. Біздің аудан орталығында ең үлкен, асы да дәмді орын осы кафе. Аты да қызық, Голубой Дунай. Аға портфейн шарабын алдыртты. Кел, екеуміз кішкене ішейік. Саған бүгін әлі жан баласын айтпаған бір әңгімемді айтпақшымын. Екеуміз екі қырлы стаканмен қызыл шарапты сіміріп алдық. Бұл кісіні ойламаған жерден кездестірдім. Іс сапардан кейін моншаға түсіп алайын деп кірсем, Исаев ағайым жүр. Екеуміз рахаттана шомылдық. Мен алып барған қайың сыпыртқымен бір-бірімізді сабалап, піскен қызанақтай қызарып, киініп далаға шыққанда, ағай, жүр, Голубой Дунайға барып шай ішейік деп шақырды. Исаев ағайыма қарсы келе алмадым. Бұл кісі баяғыда біздің интернаттың бастығы болған. Өзім ерекше құрметтейтін ұстазым. Ол кезде үстінде киітел, бұтында галифе, аяғында хром етігі бар, бойы тіп-тік, жүрісі шапқанаттай жылдам жігіт ағасы еді. Қазір міне алдымда беті шалбарланған, әжім-әжім, толқынды бұйра шашы әбден сиреп, төбе тұсы жидеген тауықтың жүніндей тақырланып, әрі бозғылданып, еңкіш тартқан арық шал отыр. Даусы баяғыдай пәрменді, ашық емес, бәсең. Жүре берсең көре бересің, көре берсең көре бересің демекші, қалқайып осы күнге жеткізгеніне де шүкірлік етемін. Суға салған қайыстай созылып, әлі тірі жүрмін. Ал менің замандастарым қынадай қырылды ғой. Қайран, асыл боздақтар-ай. Кел, алып қойайық. Ол темекіні алып тұтатып құшырлана сорды. Шып-шып терін бет орамалымен сүрткіштеп, маған еңкейіп, сыбырлап. Мен түрмеде көп болдым ғой. Алғаш Польшада, концлагерде, одан Германияда, одан Магаданда, кейін Мурманскіде, Барнецова деген суық теңіз жағасында болдым. Я, әңгімемді басынан бастайын. Сен зейінді шәкіртім едің. Қазір жазушы журналистсің. Саған келіп айтайыншы осының бәрін деп сан оқталып, жүрексініп жүредім. Оның үстіне көп қамалған жан қорқақ келеді. Сауысқандай сақ болып, үрейленіп өмір өтеді. Сен жақсылап тыңдап ал. Саған айтпасам, бір күні миыма қан құйылып, не болмаса жарылып кетермін. Осы аудан орталығындағы интернатты Зәкір алтын медальмен бітіріп, Мәскеуге оқуға түсті. Екеуміз бір ауылда өскен доспыз. Мектепті бітірген жылы мені Зәкір шақырып алып, өз оқитын университетте сүйреп жүріп түсірді. Зәкір жігіттің нағыз сұлтаны еді. Мәскеуліктерді, бүкіл өз маңайындағыларды таң қалдырып, оқуда озат атанып, немісше судай ақ сөйлейтін, ақындардың өлеңін жатқа айтатын. Оны бағалап, ұстаздардың ұсынуымен сталиндік стипендия алатын болды. Екеумізге жатақханадан бір бөлме берді. Біз шет тілдер университетінің неміс тілі факультетінде жарқырап көзге түстік. Мен мандолинде ойнап ән айтамын. Зәкір немісше өлең жазады. Бірінші курсты бітіріп демалысқа ауылға барып келемін деп жүргенде соғыс басталды. Бірақ күнде заманның асты үстіне түсті. Күні кеше ғана жарқырап, құлпырып тұрған Мәскеу қара жамылды. Соғыс әзір елде ысқырып, жиі-жиі дабыл қағып, түн баласы бірде-бір шам жағылмай, ел аласапыран күйгеніп, бықпырт дегенде есеңгіреп кетті. Зәкірді бірден әскерге алып кетті. 10 күннен кейін мен де Мәскеу түбінде окоп қаза бастадым. Одан әрі пойызбен майданға аттандым. Фашистер күн өткен сайын сыпырыла жылжып, жақындап келе жатты. Жаудан қорғауға жан-жақтан эшелон жігіттерді әкеліп төгіп тастай берді. Ию-қию сапырылысқан солдаттардың көбі. Өмірі қару ұстамаған, Орта Азия, Кавказдан келгендер. Бір ауыз орысша білмейді. Қойға шапқан аш қасқырдай анталап немістер келгенде, біз әлі мылтық атуға үйрене алмай жатқанбыз. 2 адамға бір винтовка, 5 оқтан беріп жауға қарсы шықтық.
Жаныңдағы серігің өлсе, винтовкасын аласың, әйтпесе жалаң уралап шығасың. Әдегеннен баудай түсірді. 2 күннен кейін біз қоршауда қалғанымызды білдік. Командиріміз Власов бәрімізге дұшпанға беріліңдер деген бұйрық берді. Мәскеу жау қолында, СССР жеңілді деп листовкалар таратты. Сап-сабымызбен қару-жарақты тастап, Ақтуды көтеріп немістерге берілдік. Өлім мен тірлік арасындағы өміріміз өңмен түстей халде өтіп жатты. Құр сүлде, әруе елесіміз ғана жүр. Алдымен Польшадағы концлагерге қамады. Ауру сырқау, коммунист командирлерді атып тастай берді. Газ пешіне тірідей өртеді. Тұтқындар лек-легімен ажал апанына кетіп жатты. Қыстың қақаған үскірік аязында далада қатып қалғандар қаншама. Маған қашан кезек келер екен деп, күннен күнге әл дәрменім бітіп, бір жола өлуге бел байлаған тұста күтпеген жерден Зәкір кездесе кеткені. Үстінде жаңа киім, қасында бір топ неміс офицерлері казармаларды аралап жүр. Зәкір дедім, жауын құртша жер бауырлап жатқан жерімнен әрең көтеріліп. Зәкір, бұл мен ғой, Дәуіт Исаев деп даусымды қаттырақ шығардым. Әй, Зәкіржан өрт жігіт қой. Жалт қарады да бірден қасындағыларға менің де немісше оқығанымды, тілді жақсы білетінімді жеделдете жеткізіп айта бастады. Аналар тілмашқа зәру екендігін аңғартып, дереу апарып моншаға түсіріп, концлагердегі немістерге аудармашы етіп қойды. Зәкір бастаған аудармашылар бөлек жатамыз. Тамағымыз да жақсарып сала берді. Еті тірі, көз ашық оқыған тұтқындарды іріктеп Германияға айдады. Ол жақтағы түрмеде үсті басы жарадан көрінбей, бір бұрышта бұралып, сасып тұра алмай жатқан Мырзалыны көріп қалдым. Зәкір, Мырзалы үшеуміз бір ауылданбыз, бірге өскенбіз. Түрмедегілерге тамақ таситынмын. Анау мені тани сап жылап жіберді. Зәкірге айтып, оны емдетіп, жөндеп ас беріп, тыңайтқан соң тамақ тасушылар қатарына қостық. Аз уақытта ол өз-өзіне келе, есін толық жиып, шырайы кіріп, қалпына келіп қалды. Сендерді бір жерге жіберткізейін деп жүрмін. Мені басқа жаққа ауыстырмақшы, деді Зәкір. Мырзалыны немістердің шошқа фирмасына жұмыс қалдырды. Ал мені бір фабрикант байдың жалшылығына жіберді. Фабрикант сыриған ұзын бойлы, қырым еті жоқ, 30-дан асқан көзілдірікті жігіт. Мені адам деп көзін өлмейді. Кәужіреген неміс жалынан сыпыртқы, күрек, күркедей бөлмесін өткізіп алдым. Байдың 2 жылқысы мен бір овчаркасын, бір алабай төбетін күту, бау-бақшасына қарау менің мойнымда. Төңіректе қылау тұрғызбай есік алдын сыпыру, ағаштар мен гүлдерді суару, аттарды бір мезгіл далаға шығарып сейілдету, иттерге уақытылы тамақ беру, бір тыным жоқ. Мен барғаннан кейін 2 айдан соң фабрикант әскерге шақырылып, бар жұмысын үлбіреген жас келіншегі қолға алды. Ол фабрикаға 2 ат жеккен пәуескемен барғанды ұнататын. Үй мен фабриканың арасы 3 шақырымдай ғана. Күйеуі машинамен не мотоциклмен жүретін. Әйелі пәуескені ұнатты. Әдемілеп пәуескенің үстіне күйме жасаттырдым. Көбіне көп көмекші қызбен жүреді. Көшірі мен. Күйеуі соғысқа барысымен оққа ұшыпты. Фрау Мария 1 айдай қара жамылып жүрді. Берлинде әскери мектепте оқитын 7 жасар ұлы каникулға келіп, 1 айдай болып кетті. Ол да ұзын бойлы, суық өңді. Әкесін мен өлтіргендей өшпенділікпен қарайды. Жұмысымнан кінәрат тауып, шешесіне жамандап, мені күндіз-түні жұмсап кегін алады. Фрау Мария мен немісше емін-еркін әңгімелесе береміз. Арада жыл жарымдай уақыт өткенде, жаздың тамылжыған ашық бір әдемі кешінде үйге 4 форма киген әйел келіп, Марияға күйеуінің орденін тапсырды. Бәрі далада, шайханада отырып шарап ішті. Кешқұрым фрау мені шақырып монша жаққызды. Өзі түсіп болған соң күйеуінің жаңа киімдерін беріп, Дик, енді сен де түсіп алдып ерекше ықылас білдірді. Мені Дик деп атап кеткен. Өзінің моншасына бөтенжан адамды өмірі жақындатпайтын. Несін жасырайын? Моншадан кейін шайханада отырып екеуміз шарап іштік. Артынан ол бір кішкентай құмыра алып шығып, бұл емдік шөп салынған таза спирт. Содан ішсен, Дик деп, жарты стақан жұтқызып жіберді. Мені дереу детектете жетектеп үйге кіргізіп, шешіне сап төсегіне göміп құлады. Моншадан бұрқырап шығып, ішімде шарап бар, дәрі қосылған спирті бар, ежелгі патша көңілім шаттанып, гүл-гүл жайнап,
қанаттанып шыға келдім. Жаңа жауған қар үстінде бұлаң қаққан туындыраның ақ түлкісіндей келіншектің балауса, балғын денесі ойнақ қақтырып арбап жатыр. Өлі денеге жан кіргізгендей, өлердей бір ынжық неме болмасаң қалғаны жетіп тұр. Қалай шешініп, қалай құшағымыз айқасқаны есте жоқ. Өзге бір дүниеге еніп кеткенбіз. Күздегі күйі келген кер маралдай керілген жұмсақ ақ келіншекпен екеуміздің құшақтарымыз ажырамаған күйі қылықты да қызықты түннің тез сырғып, әппақ таңның қалай атқанын да байқамай қалыппыз. Қалың батпақтың ішінде де саф алтын жарқырап жатады. Тікеннің де әдемі гүлі болады. Махаббат деген нәзік, әсем сезім. Адам жанның ең ардақты, ең аңсарлы түкпірінен бастау алатын тіл жеткізгісіз әлем. Несін жасырайын, ондай тылсым бар бейнені ғұмыры көргем жоқ. Жылдар жаңғырып, дүние сапырылысып, қанша заман өтсе де, фрау Марияның елестей ғажап түр тұлғасы әлі көз алдымда. Есіме түссе ауырып қалардай болам. Дик таң атып қалды. Тұра ғой бүркітім деді, соңғы рет құшырлана аймалап жатып. Моншаға барып өз киіміңді қайта ки. Бұл ісімізді ешкім білмеу керек. Үстіме суық су құйып жібергендей есімді жиып, таз қалпыма келдім. Өзімнің ескі киімімді киіп, енді малай ретінде пәуескені дайындадым. Жазған құлда шаршау жоқ деген. Бал түндер, балауса күндер сырғып өте берді. Кештерде махаббаттың шырын сөлін бірге ішіп, бұла келіншекпен ақ төсегінде айқасып ұйықтап, күндіз тұтқын жалшы болып жүре бердім. Махаббат. Бұл адам жанын нұрландырып, жанын жаңғырыққа бөлеп, шешек атып гүлдетеді. Фрау Мария да құлпырып, жайнап, толқынды шашын желкесіне түйіп, өзіне сай талғаммен киініп шыға келгенде, шын соның өзіме дегендей аузым ашылып, таңырқай қалғанымды өзімде байқамаймын. Қызығымыз күн санап артып жүрген сәтте, бірде ол, мен жүкті болып қалдым. Не істесем екен дегені. Не дерімді білмедім. Мария тосылып қалған түрмен қарап, саспа Дик, сендей бүркіттен ұрпақ алып қаламын. Сұрағандарға соғыста кеткен таныс немістің біреуінен дей саламын. Өзің білесің бе, бізде неміс қатындары бала тапса, үкімет қатты көмектеседі дегені. Совет әскері фашистерді қирата жеңіп келе жатты. Фрауым толысып, әдеміленіп, ежелгісінен де ажарлы келіншекке айналған сияқты. Шашы толқындана сары алтындай сырғып, сусып төгіліп тұрады. Ақыры жеңіс келді. Біздің фабрикамызда қалаға іргелес, поместьемізде ешбір өзгеріс бола қойған жоқ. Америкалықтар келіп, бұл неғып жүрген азиат деп мені тергеп, фотоға түсіріп, жазып алып кетті. Ең қызығы енді басталды. Америкалықтар жиі келіп, менімен әңгімелесіп, Америкаға кетуге үгіттейді. Ғажап өмір, тамаша тұрмыс құрасың деп уәде берді. Тіпті сол құрлықтағы таңдаған мемлекеттің қайсысына барсаң да рұқсат дейді. Біз тұрған жерді америкалықтар басып алған. Мұнда ФРГ мемлекеті құрылды. Совет әскері алған жерде социалистік ГДР орнады. Маған пакетпен хаттар келе бастады. Совет елшілігінен, жоғары қолбасшыдан, тағы басқа құзырлы жерлерден туған елге қайтуға шақырған хаттар алдым. Жүріп тұруы ауырлап, толысқан фрау Мария, Дик, сен осында жанымда қал. Ұзамай балалы боламыз. Саған осы елдің азаматтығын алып беремін. Тамаша өмір сүреміз. Екеумізге ғұмыр бойы жететін байлық дүние бар деп, түнде көзі жасқа шыланып, жалынып, жалбарынады. Қайсысына сенерімді білмеймін. Елімді, қазағымды аңсаймын. Алып қашпа әңгімелер көп. Біреулер соғыста фашистерге тұтқынға түскендерді Совет үкіметі аямайды дейді. Фрау Марияға да бауыр басып қалдым. Біреулер байлығы тасыған Америкаға пароходқа отырып кетіп жатты. Күз әлі бола қоймаған қоңыржай бір салқын күні, аттарды өзеннен суарып, сейілдетіп келе жатсам, есік алдында совет машинасы тұр. Жүрегім сырқ ете қалды. Үйден 3 советтік әскери шыға келді. Біреуі зәкір, көзіме оттай басылды. Үстінде СССРдің лейтенанты деген погон таққан жап жаңа әскери киім. Құшақтасып көрісіп жатырмыз.
Көзімнен жасым ытқып кетті. Дәуіт, елге қайтамыз. Туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас. Міне, Сталин жолдастың бізге деген үндеуі мен жарлығы. Отандастарым, елге оралыңдар. Бейбіт еліміз соғыстан қалжырады. Соны көркейтейік, бауырларым, депті Сталин жолдас. Деп орысша сөйлеп, маған парақ-парақ қағаздар берді. Қасындағы екі капитан да жылы жүзді, жайдарлы жандар екен. Правда газеті мен журналдарды ашып, тұтқыннан қайтқандардың бүгінгі жақсы тұрмысы жайлы фотосуреттерді көрсете бастады. Оқуымызды жалғастыруға да мүмкіндік беріп отыр. Міне, қарашы, оқышы өзің, деп Зәкір де тықпалап қоймайды. Дәл қазір өзіңе совет солдаты формасын кигіземіз. Сталин жолдас барлығымызға кешірім жариялады, деп тапалдау капитан рюкзакты қолыма ұстатты. Зәкір мені шешіндіріп форманы киіндіре бастады. Үр жаңа киім құйып қойғандай тұп-тура. 1 минут үйге кіріп қоштасып шығайын деппін сасқанымнан. Совет солдаты киіммен кіріп келгенде фрау Мария жылап жіберді. Кетеріңді білгенмін. Қайтейін, Дик. Аман сау бол. Бекер сенесің. Радиода, газетте күнде айтып жатыр ғой ол жақты. Үй жайың, адресің қалай? Жамбыл ауылы, ақын. Жамбыл ата, деп күбірледі ол. Еңкейіп үстелдің астынан патсигар және 2 қорап сигарет алып берді. Патсигардың бетіне Мариядан ескерткіш 1945 жыл август деп жазылыпты. Балаң дүниеге келгенде осыны саған сыйлаймын деп едім. Перзентіңнің атын кім деп қояйын? Ол болса Бүркіт, қыз болса Фатима деп ата. Машина бипілдеп мені шақыра бастады. Айналымда тұрған Марияның алақандай ғана кішкентай суретін алып, қатты қағазға орап, төс қалтама салдым. Ол көзі боталап, далаға да шығарып сала алмай, құшақтап сүйіп, «Дауыт, қош бол, қош», деп нағыз атымды енді атап жылап қалды. Сырттағы үшеуі үш жағымнан қаумалап, машина қорабына секіріп міндім. Қасыма мені құшақтап Зәкір отырды. «Біз Мәскеуде оқимыз, Дәуіт. Әлі алдымызда тамаша уақыт бар», деп ол мәз болып, болашағымызды қиялдап кетті. Фрау Марияның аппақ үйі бұлдырап, қалың ағаштан көрінбей қала берді. Пойызға мінер тұста Мырзалыны жолықтырдық. Екі бетінің ұшы қызарып, үстінен жаман күлімсі иіс кетпейді. Бізді көріп еңіреп жылап жіберді. Әр жерден тоқтап, өзіміздей тұтқындарды теріп, жуындырып, киіндіріп, ұзын эшелон ысқыра қозғалып шығысқа қарай бет түзеді. Туған елге жетсек деген көңіліміз алып ұшады. Зәкір, Мырзалы үшеуміз бір вагондамыз. Орысша, қазақша ән саламыз. Бүкіл эшелондағы қазақтармен шұрқырасып, танысып, мәре-сәре мәзбіз. Баяғы екі капитан тоқтаған жерде жинап, әңгіме өткізеді. Бәріне кінәлі сатқын генерал Власов. Сендердің түк кінәларың жоқ. Өз ауылдарыңа, үйлеріңе барып, туған туыстарыңмен қауышып, жұмысқа тұрасыңдар. Оқып жүргендер оқуларын жалғастырады, деп Зәкір екеумізге қарап жымиып қояды. СССР шекарасынан өткенде шуылдасып, жүрегіміз жарылардай қуанғанымыз-ай. Совет жеріндегі алғашқы станцияға тоқтағанымызда автомат асынған овчарка иттері арпылдап, солдаттар әр вагонның есігін екі жағына тұра қалып, қолдарыңды көтеріп бір-бірлеп өтіңдер деп, әрқайсымызды жеке-жеке тексеріп, алдын ала дайындаған түрмеге қамады. Баяғы бізді алып келген екі капитан формаларын өзгертіп киіп келгенде білдік. НКВД-ның офицерлері болып шықты. Бізді алдап қақпанға түсіріпті. Жаналғыш Әзірейілдей сұрланып, қандарын іштеріне тартып, түні бойы сұрақ қалып, отанын сатқан опасыздар, неміс фашистерінің құйыршықтары, деп былш-былш тебеді. Мария Фрауберген портсигар мен суреті бәле болып жабысты. Немісше білетінім аудармашы болғаным жайлы Мырзалы жырдай ғып айтып беріпті. Ұрып соғып ұйқыдан айырып, есалаң жандай сенделтіп берген сұрағына бас шұлғып, қол қоюдан басқа амал қалмады. Әбден есеңгірегенде тірлігіңнің құны 5 тиын болмай қалады екен. Топ-тобымызбен әскери сотқа апарып, Зәкір екеумізді 25 жылға, Мырзалыны 15 жылға соттады. Бізді Магадан қайдады. Онда да тұрақтамай, ары тундрада мұздың астындағы мәңгі тоң боп қатқан жерді қазатын ерекше зонаға іліктік.
Ерекше дейтінім, аштан, суықтан өлсек құнымыз жоқ. Тапсырманы орындамасаң атып тастай салады, ауырсаң емдемейді. Суыққа қатырып, шанаға тиеп, қалың орман ішіне жыртқыш аңдарға жем қылуға апарып тастайды. Тундырада жердің астындағы тау-тастарды жылдар бойы тесіп қазып, қураған шыбықтай жіңішкеріп, енді біттік-ау дегенде амнистия жарияланды. Ішінара кейбіреулерді босатып жібере бастады. Ақыры 12 жылдан кейін ғана Зәкір екеумізді босатты. Ауылдағылар тірі әруақтай тұрпатымызды көріп, бізді танымай қалды. Сталин өлгеннен кейін-ақ Мырзалы еліне қайтыпты. Ол ауылды ысқырған бригадир Зәкір екеумізге әкіреңдеп колхоз жұмысына салып қойды. Көтере марық жылғыдай ыңыршағымыз шығып жүрсек те, жұмсаған жағына бара бердік. Көргенде қорлықты Мырзалыдан көрдік. Әй, неміске сатылған опасыздар, сатқындар деп, сасық күзенше шаңқылдап жұрттың көзінше бізге жөн жоқ тиісетін шығарды. Әбден запыс болып қалған мен үндемей құтыламын. Зәкір бірде шыдамай кетіп, Мырзалы, сені сасып өлейін деп жатқан жерінен суырып алып қатарға қосқан мен емес пе едім деп еді. Мырзалы шарт ете түсті. Контрсың, сатқынсың, немістің формасын киген фашист деп қамшымен тартып жіберді де шапты да кетті. Ауылға келгенімізге 4 ай болғанда бізді қайта апарып қамады. Аса қауіпті шпион деп Мырзалының жазған арызына орай қайта сот болып, екеумізге 5 жыл беріп Мурманскіге айдады. 3 жылдан кейін Хрущев амнистия жариялап, туған жерге табанымыз қайта тиді. Зәкір туралап ауырып оралды. Күрк-күрк жөтеліп, содан көтеріле алмай қайран азамат көз жұмды. Ал мен Алматыдағы 2 жылдық мұғалімдер институтын бітіріп алдым. Мектепке жұмысқа тұрып, үйлі баранды болып, ел қатарына іліндім. Іскерлігімді көріп, интернатқа бастық етіп қойды. Міне, сол жылы сен интернатта мектеп бітіреді екенсің. Әп-әдемі жұмыс істеп жүредім, үстімнен тағы арыз түсті. Отанын сатқан, пленде болған жан қалай жас ұрпаққа тәрбие береді депті. Тексерушілер келіп, бар ісімді аст үстіне шығарып, қанша қазбаласа да ештеңе таба алмады. Абланоның бастығы қасында жай киініп алған КГБ-ның 2 қызметкері интернат тәрбиелеушілерінен сені шақырып сөйлескенде, Исаев Дәуіт ағайдай білімді, үлгілі ұстаз интернат бастығы бізге керек дегенде, бәрі отырып қалғаны әлесінде. Ақыры мені КГБ ұсынысымен жұмыстан босатып, интернаттың бүкіл шаруашылық жағдайына қарайтын завхоз етіп қалдырды. Қарамағымда жирен-ат, бір шана, бір арба бар, өзің білесің. Қысы жазы су тасыдым, асханаға болыстым. Бітпейтін жұмысты ақыры атқарып жүре бердім. Сатқын, шпион, пленге түскен деген суық сөз жүрегімнен өтіп, той-томалаққа да бармаймын. Тартынып арақ шарапта ішпеймін. Ешкіммен сырласып бейпіл сөйлеспеймін. Өз-өзіммен ішімнен тынып, томаға тұйықтанып алдым. 3 ай сайын қалаға, комендатураға барып есепке тұрамын. Бірде түнде үйге келіп мені алып кетті. Алматыдағы өзіме таныс Дзержинский көшесіндегі КГБ абақтысына 2 күн қамап қойды. КГБ-ның 3 тергеушісі кезек-кезек сұрақ қалады. Сенің ФРГ-да қызың бар ма? Фрау Мюллер Мария деген әйелің болды ма? Олармен хабарласып тұрасың ба? Әбден зәрезеп болып қалған байғұс басым, не дерімді білмеймін. Тайсақтап көріп едім, қолыма хат берді. Немісше жазылған бұл хатты Мюллер Марияның қызы Фатима жазыпты. Хатты оқып жатып көзім бұлдырап көрмей қалды. Көңілім күрт босап, шұбырған көз жасымды тия алсамшы. Фатимаға шешесі әкесінің Исаев Дәуіт Жамбыл ата ауылынан екенін нығырлап айтыпты. Фатима үлкен фабрикант, 35-те, әкесін іздеп хат жазыпты. Менен баяғы тәркілеп алған фрау Марияның және шашы қара, қасы қара бір әдемше қыздың фотосуретін көрсетті. Қайран Мариямай, қандай асылзада перизат едің. Сен қыз тауып, атын Фатима қойып, әкесі кім екенін ақиқаттап айтқандығың қандай. Қызым да нағыз жаужүрек батыл, мені іздеп сұрау салып, хат жазғанын көрмейсің бе? Шешесі былтыр қайтыс болыпты. Басқа күйеуге тимей, бар ғұмырын жалғыздықта өткізіпті.
Әкемді бір көрсем арманым жоқ депті қызым хатында. Жүрегім езіліп, қан жылап отырып оқыдым. Үшінші күні мені әбден қысып, ешкімге ештеңе айтпау жөнінде қолхат алып, әзер босатты. Германиядағы Фатима Мюллер ханымға мұндай адам бұл өлкеде тұрмайды деп хат жазып жіберді. Арада 3 жылдай уақыт өткенде бір үлкен оқиға болды. Үйге бір топ жалаңдаған адамдар кіріп келіп, бәрімізді даладағы автобусқа апарып отырғызып, ауылдың сыртына алып шығып кетті. Отбасымызды көрсетпеу үшін КГБ қызметкерлері көзімізді жоғалта тұруға сыртқа кеткен екен. Үйімізге өздерімен келген бір әйелді кемпірше киіндіріп отырғызып қойыпты. Мені баяғыда өліп қалған деп, ал мына кемпір әйелі балалар жоқ депті. Бірақ Фатима елеусіздеу рамада тұрған менің суретімді фотоаппаратымен түсіріп алыпты да жылап қайтыпты. Үйіме бір бума ақша марка тастап кетіпті. Мұның бәрін сол бойда мені алып кетіп, тербеген КГБшниктер айтып берді. Қызымның жүрген тұрғанын, бәрін суретке түсіріп алып, соны көрсетіпті. Әкеліп берген ақшаны өздері алды. Ақыры мені 5 жылға Түркменстанға жер аударды. Бүкіл отбасымды көшіріп алып кетіп, сол жақта болып қайттым. Құдайдың берген 3 ұл, 2 қызым бар. Әйелім жуас, шаруаның адам. Олар ештеңе білмейді де, сезбейді. Мен бұл жайлы тіс жарып жан баласын айтпадым. Айтуға хақым да, құқым да жоқ. Кеше Алматыға КГБ тағы шақырыпты. Баяғы фрау Мария маған сыйлаған портсигар мен кішкентай алақандай суретін көрсетті. Фатима Мюллер жол апатынан қайтыс болыпты деп хабарлады. Мен селт етпедім. Олардың өтірік айтып тұрғанын анық білдім. Іс-әрекеттерін көре берген соң, солардың өздерінде қоланып дағдыланып алады екенсің. Фатима қызым тірі. Ол Мария екеумізден туған. Өткірлігі тас жарады. Ірі бай, буржуи, шіріген капиталист, ел қанаған фабрикант өліпті деп соғып отыр. Іштен тынып үндемедім. Өзім үйренген сұрғылт үйдің подвалындағы абақтысына 3 күн түнетіп, бүгін үйге жіберді. Сол жаққа барып шыққаннан кейін денем қышып, үстіме керосин жаққандай жаман әсер алам. Моншаға әдейі келіп түскенім ғой. 2 күннен кейін ұлы жеңістің 30 жылдығы. Соғыс біткеніне міне 30 жыл. Мен замандастарым секілді көшеге ол күні шықпаймын. Үйде тығылып отырамын. Ол кісі тағы темекісін алып тұтатып құшырлана сорды. Екеуміз 2 бөтелке портвейн шарабын тауыстық. Ол төңірегіне күдіктене қарап шықты. Терін асықпай сүртінді. Мұны маған неге айтты деп отырсың ба? Ішім тола жасырын шермен зар ғой. Алтын құрсақ әйелдің ішінде бесігімен ұл жатады. Арманда жүрген еркектің ішінде ат басындай шер жатады. Тұңғыш рет өмірімді айтып, шерімді тарқаттым. Тұншығып өліп кете жаздаймын. Тек түсімде көріп шығамын. Немісше сөйлеп жатам. Фрау Мария екеуміздің мәңгілік махаббатымыздың айғағы Фатима қызым алғыр болып өсті. Ол талай жерде жарып шығады. Сендер көресіңдер соны әлі. Иә, мұның бәрін сырым мен шынымды, қара тас болып қалған шерменімді саған айтып отырмын. Сенің зейінің бар. Адам танысам әлі талай асуларды асып, биіктерге шығасың қарағым. Тек бұл сырымды жан баласына айта көрмегін, жарай ма? Ешкімге айтпаймын аға. Мырзалы қайда қазір? Қойға шығып кеткен. Құм ішінде жеке отырады, қой бағады. Жас әйел алған. Кейін көрдіңіз бе? Көрмегенде ше. Түк болмағандай арсалаңдап амандасып, жырқ-жырқ етеді. Әлі күнге дейін үстінен күлімсі жаман иіс шығып тұрады. Әлде маған солай көріне ме? Қай заман келсе сол заманның иті болып өретіндер ғой. Тұншықтырған шерімді бір шығарып жасап, босап қалдым-ау. Мен татып алмаймын ғой. Ауырмайтын жерім жоқ. Қауқиған құр кеудем, сүлдем ғана. Бүгін сенімен ішкім келген, бәрін ақтарып айтқым келген қарашы. Сәтті болды. Қасіретімен буындыра буып қамаған қайғым сейіліп, бір рахатқа түскенімді қарашы. Қой, мен ауылға қайтайын, автобус келіп қалар. Ол екім тұлып, орнынан әзер тұрды.